Путиннің миы делінетін, Ресейдің шовинистік имперлік идеологиясының бас идеологы деп саналатын Дугиннің Путинге қаратып айтқан сөзі жарияланды. Бұл туралы сіздерге мына Англияның Mirror медиасындағы ақпараттарды тіке көрсетіп отырып жеткізейік. Себебі бұлайғы білмеген жұрт ойбай, ондай мүмкін емес, ұлы орыс халқының Путині деп оттайтын бұл жақтар жетеді. Міне, мынау эксклюзив деп тұр, міне. Мына қараңыздар, міне. Міне, мына мақаланы оқыңыздар, міне, тұр, міне. Бұл Англияның mirror.co.uk деген сайтында эксклюзив деп жарияланып тұр. Бұнда эксклюзив calls for President Vladimir Putin to be toppled and killed after defeating Kherson дейді. Міне. Путинді жұмысынан кетіруге, немесе өлтіруге шақырды дейді. Херсондағы зор жеңілістен кейін дейді. Бұл енді сұмдық мақала. Бұл сұмдық мақаланы енді сіздерге бұл әлде қашан бір күн бұрын жариялап қойдық қой, енді оқып алған боларсыздар, сонда да оқып жіберейік. Бұл Mirror деген, Mirror, айна. Англияның бұл атақты медиасы. Енді соны аударып жіберейік. Ресейдің Путиннің бас миы деп аталатын бас идеологы және әсіре оңшыл бағыттағы, әсіре ұлтшылдықты ту еткен адамы енді аяқ астынан үнсіздікті жарып, бүкіл орыс халқын, Ресейдің қазіргі басшысы Путинді аударып тастауға шақырды. Александр Дугин былай деді. Ол Путиннің Херсоннан шегінуіне байланысты өзінің ашу-ызасын білдірді дейді. Міне көрдіңіздер ма? Мақаланың негізгі мәтіні Путиннің үлкен миы деп аталатын Ресейдегі маңызды тұлғалардың біреусі Владимир Путинді аударып тастауға шақырды. Ол тіпті Херсондағы жеңілістен кейін өлтірілуге тиіс деп ашық айтты. Әсіре оңшыл бағыттағы, әсіре ұлтшылдықты ту еткен Александр Дугин, ол Ресейдегі осы үнсіздікті бірінші бұзып өткен адам болды. Ал адамдар Путиннің Украинаға басып кіргеніне байланысты қазір барған сайын наразы көңіл күйде. Ал адамды алаңдататыны, мынау 60 неше жастан асқан фашистік пиғылдағы аталмыш стратег, бұл Мәскеудегі өте көп саяси элитаның маңызды бір мүшесі. Және олар Херсонды Ресейдің бет-беделіне берілген үлкен соққы деп қарастырады. Ол өзінің телеграм каналында жоғарыдағы зор ашу-ызасын жариялағаннан кейін орыстардың Херсоннан шегіну және онда берген құрбандықтарына байланысты өзінің күйін үшін ашу-ызасын білдіргеннен кейін оның Путинге қаратып айтқан жаңағы өте көлемді сөзі телеграм каналынан өшіріліп тасталды дейді. Міне, көрдіңіздер ме? Бұл бірінші ақпарат. Бұл әлемдік ірі оқиғадағы бірінші ақпарат. Екіншісі, Элон Маск Твиттерден өте көп мөлшерде адамдарды қысқартты. Твиттердің бұндай зор өзгерістерге тап болуы шынында әлемдік медиадағы үлкен оқиға деп қарастыруға болады. Элон Маск қазіргі дүниеде өзі жалғыз мемлекет құрмаса да, бір мемлекеттен маңызды болып тұрған бірден бір тұлға. Украинадағы соғысқа интернет беру мәселесі, Қытай мен
Қытайдың мынау интернеттегі қорғанын бұзбау мәселесі, кеңістіктен тарататын Wi-Fi мәселесі, мынау бензин жақпайтын, газ жақпайтын электр машиналардың мәселесі, және оның ең үлкен машинасының Қытайда құру мәселесі. Осы сияқты дүниелер Элон Маскты әлемдегі бірінші адамға айналдырып тұр. Енді ең сұмдығы Twitter'дің қызметкерлерін ол жаппай қызметтен кетіріп жатыр. Енді қызық болғанда Элон Масктың осы жолғы сайлауда мынау Хаус пен Сенаттың сайлауында Американың орта мезгілдегі сайлауында республикашылдарды қолдау туралы үндеуі Байденге жақпай қалды. Байденнен жұрт бұл туралы көзқарасын сұрағанда, кейбір жоғары технологиялы компаниялардың шетелдермен технологиялық байланысын біз қадағалауға тиіспіз деген мәнде сөз айтты. Бұл сөзі тікеден-тіке Элон Маскке қаратып айтқан сөз. Байден шал Элон Маскты ұнатпайды. Себебі Байден шал глобал демократтардікі. Демократтардың қолдауыменен билікке келген адам. Ал Элон Маск демократтардың бүкіл осы Америкадағы басымдылығына қарсы жұмыс істеп отыр. Себебі Facebook демократтардікі, New York Times демократтар, Washington Post демократтар, бүкіл телеканал демократтар, Америкадағы әлеуметтік желі тұтас демократтар, Google, YouTube демократтардікі. Оның барлығы кезінде Трамптың сайлаудағы кезінде Twitter'ден тартып, YouTube, Google'ге дейін, Facebook'ке дейін тұтасыменен Трампты шектеп, тек Байденнің сөзін жариялап отыр. Трампты мәңгі бақиға шектеді. Ал тек Twitter'ді Элон Маск сатып алғаннан кейін ғана Трампты шектеген қатынды жұмыстан қуып, өзі Трамптың аккаунтын қалпына келтірді. Нәтижесінде сол кезде Трамп далада жалғыз қалып қалған кезде Parler дейтін шығып еді. Parlerді Amazon'нан тартып Google'ге дейін бірақ шектеп Parlerді банкрот жасап тастады. Енді сол барыста мынау бүкіл жер әлемде жылжымайтын мүлік байлығы бар, әлемдік ірі миллиардердің бірі болған Трамптың өзі мына әлеуметтік желі дейтін нәрсенің маңызды екендігін біліп, енді ол қайтты дегенде, ол Trust Social деген медианы құрды. Trust, сенім. Trust Social деген. Сөйтіп Trust Social деген медианы құрып, енді ол қазір сол медиада кәдімгідей жұмысын жүргізіп жатыр. Бірақ өкініштісі, бұл Trust Social міне өте аз адам ғана көреді оны. Міне ол медианы мен сіздерге көрсетейін. Міне бір Т деген белгісі бар медиа, міне Т. Сол сіздер қысқасы осы Trust Social деген медианы міне қолданыңыздар. Мысалы мен міне қолданамын, міне. Көрдіңіздер ма? Міне. Сол Trust Social деген медианы қолданыңыздар. Бұның барлығы мынау осы дүниеде мына ақиқаттың болмағандығынан, адамдар мына бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ дейтін ұстанымды ұстамаудан шыққан дүние. Енді оның қасында міне біреу Ganjin World дегенді көрдіңіздер ма мынау? Міне. Бұл да мына YouTube Қытайға қарсы ақпараттарды шектей бергеннен кейін, Қытайға қарсы сөйлегендердің бәрін шектей бергеннен кейін, мынау шетелдегі Қытай демократтары өздері бір платформа жасап шықты. Міне, оны ағылшынша Ganjin World, Ganjin деген Қытай тілінде таза деген сөз, таза дегендің анау латын жазуымен жазылған жазасыздар. Ganjin. Сосын артында World. Міне, ол да бір платформа жасап шықты. Бұл да неден шықты дейсіздер ғой? Бұл да осы Google, YouTube'тың шектемесінің көбейгенінен шығып отыр.